Судороги болған кезде жасалатын алғашқы көмек. Бірінші, сабыр сақтаңыз. Паникаға берілмеңіз, өз-өзіңізді қолға алып, нақты іс-әрекетке көшіңіз. Екінші, қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіз. Пациенттің айналасында қауіпті, зиянды, өткір заттар болатын болса, соларды алып тастаңыз. Мүмкін болып жатса, пациентті оң жақ бүйіріне жатқызыңыз. Бұл сілекейдің тыныс алу жолдарына өтіп кетуінен сақтайды. Үшінші, жарақатты болдырмау. Пациенттің басын және денесін күшпен ұстамаңыз. Және де тілін жұтып қояды деген қорқынышпен пациенттің аузына қатты заттар, қасық, кілт немесе саусақтарыңызды салмаңыздар. Өйткені судороги кезінде пациенттер тілін жұтпайды. Ол жағынан қорықпаңыз. Төртінші, уақытты қадағалаңыз. Судороги орташа 2 минутқа созылады. Бесінші, судороги тоқтағаннан кейінгі кезең. Пациенттің тыныс жолдарының бос екеніне көз жеткізіңіз. Егер пациент есін жиған болса, толықтай өзіне келгенше жанында болыңыз. Қай кезде жедел жәрдем шақыру керек? Бірінші, егер болып жатқан судороги 5 минуттан артық уақытқа созылып жатса. Екіншіден, бұл пациенттің өміріндегі алғашқы судороги болатын болса. Үшіншіден, егер пациент приступтан кейін 30 минуттан аса уақыт өз-өзіне келе алмай жатырса, және де пациентте приступтан кейін тыныс алу белгілері болмаса, немесе ес-түссіз ұзақ уақыт жататын болса.